салалары бойынша бизнес жоспарлау. 4-ші тақырып бизнес жоспар бөлімдерінің құрылымы және мазмұны. 1. Бизнес жоспардың жалпы құрылымы. Бизнес жоспар құрылымы. 1. Титулдық бет. 2. Реферат. 3. Құпиялылық туралы меморандум. 4. Мазмұны. Содан кейін оның негізгі бөлімдері. 1. Қорытынды. 2. Ұйымның шаруашылық тарихы, саланың сипаттамасы. 3. Ұйымның кәсіпкерлік объектісінің сипаттамасы. 4. Ұйымның іскерлік ортасын талдау. 5. Маркетинг жоспары. 6. Өндірістік жоспар. 7. Ұйымдастыру жоспары. 8. Қаржылық жоспар. 9. Тәуекелді бағалау және сақтандыру. 10. Өтініштер. Бизнес жоспардың бұл құрылымы тек кеңес беру сипатында және үлгілі болуды талап етпейтінін дереу ескертіңіз. Бөлімдердің тізімі және олардың мазмұны әрбір жағдайда компания жұмыс істейтін жағдайларға байланысты толықтырылуы немесе нақтылануы мүмкін. Енді бизнес жоспардың құрылымы мен оның бөлімдерінің мазмұнын егжей-тегжейлі тексеруге көшейік. 2. Титул беті. Мазмұны. Құпиялылық туралы меморандум. Бизнес жоспардың қысқаша мазмұны. Бизнес жоспар титул парағынан басталады. Онда әдетте мыналар көрсетіледі. 1. Жобаның атауы. 2. Жоспарды жасау орны. 3. Жобаның авторлары. Кәсіпорынның атауы мен мекен-жайы, телефондары. 4. Құрылтайшылардың атаулары мен мекен-жайлары. 5. Бизнес жоспардың мақсаты және оны пайдаланушылар. Титул парағында әдетте құпиялылық туралы меморандум болады. Ол барлық тұлғаларды жоспарда қамтылған ақпаратты жария етпеу және оны жобаны ұсынған компанияның мүддесі үшін ғана пайдалану туралы ескерту мақсатында жасалған. Сондай-ақ титул парағында бизнес жоспарды авторға қайтару талабы болуы мүмкін, егер ол оны жүзеге асыруға инвестиция салуға қызығушылық тудырмаса. Титул парағынан кейін мазмұн жоспар бөлімдерінің тұжырымдары. Беттерді көрсету және белгілі бір жобаның сипаттамаларына сәйкес ең маңызды сәттерді бөлектеу. Бизнес жоспардың мақсаты мен негізгі ережелерін қысқаша сипаттайтын аннотацияны қамтуы мүмкін. Жарым 2 бет. Аннотацияны келесі ретпен пішімдеуге болады. 1. Кәсіпорын. 2. Мекен-жай. 3. Телефон, факс. 4. Кәсіпорын басшысы. 5. Ұсынылған жобаның мәні және жүзеге асыру орны. 6. Жобаны іске асыру нәтижесі. 7. Қажетті қаржылық ресурстар. 8. Жобаның өтелу мерзімі. 9. Күтілетін орташа жылдық пайда. 10. Инвестордың қатысуының ұсынылатын нысаны мен шарттары. Онымен бірге инвестицияларды қайтарудың мүмкін болатын кепілдіктері, кіріспеде бизнес жоспарды құрастыру міндеті және ол бағытталған тұлғалар шеңбері көрсетіледі. Түйіндеме, бизнес концепция ұсынылған жоспардың негізгі ережелерінің қысқаша мазмұны, яғни жоспарланған бизнес туралы ақпарат және кәсіпорын немесе кәсіпкер өз ісін ашу немесе бар бизнесті дамыту кезінде алдына қойған мақсаттары. Тұжырымдама бизнес жоспардың барлық бөлімдерін жазғаннан кейін құрастырылады. Өйткені ол оның барлық бөлімдерінің ең негізгісін қамтиды. Түйіндеме бизнес мүмкіндіктерін, олардың тартымдылығын, кәсіпорын және аймақ үшін маңыздылығын, қажетті қаржылық ресурстарды, меншікті немесе қарызға алынған, тартылған қаражаттың мүмкін өтеу мерзімін, күтілетін пайда мен оны бөлу, инвестициялау шарттарын көрсетеді. Түйіндемеде ұсынылатын бизнестің негізгі мақсаты және әзірленетін бизнес жоспардың мақсаты болуы керек. Бизнес жоспардың негізгі мақсатын бөліп көрсетумен қатар, оның кімге арналғаны көрсетіледі. Әлеуетті инвесторға немесе несие берушіге, ықтимал іскер серіктестерге немесе акционерлерге, тең құрылтайшыларға, кәсіпорын басшылығына немесе кәсіпкердің өзін өзі ұйымдастыру құралы ретінде, мемлекеттік немесе муниципалды органдар қолдау алу үшін. Осылайша, түйіндеме келесі деректерді қамтиды.
Бір жобаның идеялары, мақсаттары мен мәні. 2. Ұсынылатын тауарлардың, қызметтердің, жұмыстардың ерекшеліктері және олардың бәсекелестердің ұқсас өнімдермен салыстырғандағы артықшылықтары. 3. Алға қойылған мақсаттарға жетудің стратегиясы мен тактикасы. 4. Персоналдың және әсіресе жетекші басшылардың біліктілігі. 5. Сұраныстың болжамы. Тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды өткізу және алдағы кезеңдегі ай, 90, жыл және тағы басқа түсім көлемі. 6. Өнімнің жоспарлы құны және қаржыландыру қажеттілігі. 7. Күтілетін таза пайда, табыстылық деңгейі және өтелу мерзімі. 8. Табыстың негізгі факторлары, іс-әрекет және іс-әрекет әдістерін сипаттау. 3. Ұйымның шаруашылық тарихы, салалық сипаттама. Бұл бөлімде компания және оның қызмет аясы туралы негізгі ақпарат бар. Ол ұсынылған бизнес идеяларының пайда болуына әсер еткен негізгі оқиғаларды, сонымен қатар қазіргі уақытта ұйымның алдында тұрған негізгі проблемаларды көрсетеді. Кәсіпорынның нарықтағы нақты жағдайы бағаланады. Оның болашақтағы даму бағыттары көрсетіледі. 4. Ұйымның кәсіпкерлік объектінің сипаттамасы. Бизнес жоспардың ұйымның бизнес объектісінің сипаттамасы. Характеристика сервистер и продукция бөлімінде тұтынушы көзқарасы бойынша кәсіпорын өнімінің сипаттамасы берілген. Осы мақсатта келесі ақпарат ұсынылады. 1. Өніммен қанағаттандырылған қажеттіліктер. 2. Сапа көрсеткіштері. 3. Экономикалық көрсеткіштері. 4. Сыртқы дизайн. 5. Басқа ұқсас өнімдермен салыстыру. 6. Патенттік қорғау. 7. Экспорт көрсеткіштері және оның мүмкіндіктері. 8. Өнімді жетілдірудің негізгі бағыттары. 9. Мүмкін болатын негізгі табыс факторлары. Тауардың негізгі мақсаты. Компанияның клиентінің қажеттіліктерін қанағаттандыру. Бизнес жоспар өнімнің тартымдылығының көлемін, функционалдық ерекшеліктерінің тізімін, факторларын көрсетеді. Өнімнің тартымдылығының факторларына құндылық, сатып алу мүмкіндігі, бағасы, сапасы, экологиялық тазалығы, имиджі, бренді, пішіні, қаптамасы, қызмет ету мерзімі және тағы басқа. Өнімнің қасиеттері оның сапа көрсеткіштерімен байланысты. Ұзақ мерзімділік, сенімділік, пайдалану мен жөндеудің қарапайымдылығы мен қауіпсіздігі және тағы басқа. Кейбір сапа көрсеткіштерін сандық түрде анықтауға болады. Сәйкес деректер бизнес жоспарда беріледі. Өнеркәсіп өнімдерінің сертификаттарының болуы көрсетіледі. Жаңа өнім үшін бизнес жоспар бұл өнімнің жаңалық талаптарына сәйкес келетінін көрсетеді. Бұл термин келесі өнімдерге қатысты. 1. Нарықта теңдесі жоқ тауар. 2. Аналогтық өнімдермен салыстырғанда айтарлықтай сапалық жақсаруы бар өнім. 3. Нарықта бұрыннан бар. Содан кейін оның қасиеттері түбегейлі өзгеретіндей жақсартылған өнім. 4. Нарық жаңалығының өнімі, яғни тек осы нарық үшін жаңа. 5. Өзіне жаңа өріс тапқан ескі өнім. Бизнес жоспардың бұл бөлімінің рөлі потенциалды инвесторға өнімнің қандай жаңа бірегей қасиеттері бар екенін көрсету, оның сатып алушылардың қызығушылығын оята алатынын дәлелдеу.